Сәлем достар, құрметті аналар. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен егер балаңыздың тілі шықпай жатса, қандай жағдайларға мән беру керек, сол туралы айтатын боламыз. Егер балаңыздың тілі шықпай жатса, ең алдымен мына нәрселерге көңіл бөліңіз. Бірінші, баланың түсінігі болу керек. Сізді тыңдай білу керек. Көзіңізге тіке қарай білу керек, еліктей білу керек, және сіз көрсеткен заттарды қайталай білу керек. Әрине, зейін қоя білу қажет. Баланың тілі шықпады деп дабыл қағудың орнына балаңызбен 1,5 жас, жалпы 1 жасынан бастап әртүрлі ойындар ойнатып, оның қол моторикасын дамытыңыздар. Себебі ғалымдар, жалпы неврология, психология саласындағы ғалымдар баланың миы мен психикалық дамуын зерттеу барысында бала қолының және ұсақ моторикасының арасында байланыс бар екенін бұрыннан дәлелдеп кеткен. Сондықтан өте ерте жастан баланы дамыту маңызды болып табылады. Сондықтан да баланы өте ерте жастан дамыту маңызды. Яғни баланың ұсақ қол моторикасын дамыту, оларды тек қана осындай жаттығулар, қолмен жасалатын әртүрлі тәсілдермен ғана дамытуға болатынын айтар едім. Осы орайда енді біз үй жағдайында, енді дүкеннен сатып алғанша, үй жағдайында өзіңіз бар заттармен түрлі ойындар құрастырып, балаңызбен қызықты уақыт өткізсеңіз болады. Баламен жалпы бірге уақыт өткізу ең бақытты сәт осындай. Ол баланың есінде де қалады, болашақта дамуына, оның психикасының дұрыс қалыптасуына сіздің үлесіңіз үлкен болады. Енді біз осылай пластилинмен мынандай трубочкаларды алып, трубочкаларды кесіп бердім, пластилинді жұмсартып, осындай пластилинге трубочкаларды бір-бірден қою арқылы баламен жұмыс жасадым. Бұл жерде менің Аделина барлығын қайталап, менің талаптарымды орындап отыр. Арасында өзінің фантазиясында қосып қояды. Негізі ұсақ қол моторикасы жақсы дамыған балалардың миы, әсіресе айттық қой, сөйлеуге жауап беретін бөліктері дамыған болып келеді. Былайша айтқанда, баланың саусақтары неғұрлым жақсы дамыған болса, онда оның сөйлеуді меңгеру оңайырақ болады. Сондықтан баланы осындай кішкентай кезінен ұсақ моторикасын дамыту өте маңызды. Бұл жерде енді ойынның тағы бір ерекшелігі, бала түстерді үйренеді, әртүрлі түс бар екен, түстерді ажырата бастайды. Менде әрине әлі Аделина кішкентай. Мен енді қайталап айтып отырамын, Аделина мынау жасыл түс, мынау қара сары түс деп ойын барысында міндетті түрде баламен әрқашан сөйлесіп, көңілін өзіңізге қаратып отырыңыз. Себебі қазір
бірақ ойы шашыраңқы, иә, сондай болып келеді. Ойы тез өзгеретін сондай болып келеді баланың. Сонда да мен өзіме көзіме қаратып, ойын барысында міндетті түрде сөйлеп, заттарды қайталап, заттардың аттарын, жаңағы қалай жасалатынын, мынаны қара деп көп сөйлесіп отырамын. Сонда бала зейінін қоюды үйренеді, иә. Тағы бір ойынның түрі осылай қыстырғыштарды киіміне қыстырып беріңіз баланың. Мен әрине бірінші көрсеттім, қалай істеу керек екенін. Қалғандарын Аделина өзі алды. Видео барысында қағаздың шетіне де қыстырып көрсеттім. Солай қыстырғыштарды бір-бірден алып ыдысқа салды. Одан ары қарай қызымызбен осындай жұмыртқаның бос лотогын алып, оны түрлі түске бояды. Бір жерлерін сары, бір жерлерін қызыл, бір жерлерін жасыл түске боядық. Қызымды менің артынан қайталап, простой карандашпен бояп отыр. Екінші кисточкамызды таппай қалдық. Және осылай боялған түстердің үстінен кішкене тесік қайшымен тесіп өттік. Ол тесіктерге трубочкаларды салып, немесе қыстырғыштарды қысып, әртүрлі фантазиямызды қосып, осындай ойын түрінде ойнап көрдік. Әрине, мен үшін ең бастысы қызыммен осындай қызықты уақыт өткізу, екеуміздің арамызда қатынасты қалыптастыруға, жалпы оның дамуына осылай үлес қосып жатқан жайымыз бар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелулеріңізді сұраймыз.